Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бауырды үй жағдайында қалай тазаласақ болады деген мәселені қарайтын боламыз. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарауды ұсынамын. Қазіргі таңда 80-90% адамдардың проблемасы бауырмен, өт жолымен, ұйқы безімен. Осы системаларды біз қалай үй жағдайында тазалай аламыз? Қандай өнімдер қолдансақ болады? Осы мәселесінде мен сіздерге 3 рецептпен бөлісетін боламын. Осы рецепті қолданатын болсаңыз, бауырыңыз 20 жастағыдай тап-таза болады. Бауырдың төменгі арт жағында бүйрек бар. Ол фильтр секілді жұмыс жасайды. Фильтр дегеніміз не? Бауыр мембранасына шлактар, біздің организмімізге келген сұйықтықтың ішінен шлактар, лас заттар, токсиндер жиналып қалып қояды. Осы шлактарды біз қалай тазалаймыз? Бауыр тазалаудағы ең пайдалысы бұл көкөністерден жасалған смузилар. Мысалға, қызылшаны майдалап турап, қасына алма қоссаңыздар болады, және сельдерейдің тамырын блендерден өткізіп, соны күніне 2 мезгіл, небәрі 3-ақ күн ішетін болсаңыз, бауырларыңыз 20 жастағыдай тап-таза болады. Қызылшадан, сельдерейдегі және алмада қышқылдық бар. Сол қышқылдық бауырымызда токсиндерді, шлактарды ағзаға таратып, өт қалтасына жинап береді. Токсиннің барлығы бауырдың түтігімен шығып бастайды, және одан кейін ол өт қалтасына жиналады. Бұл үлкен дәретпен бөлініп, яғни ұйқы безі бөледі. Кейін 12 елі шекке түсіп сыртқа шығады. Яғни бізде жиналған өт қалтасына жиналған шлактарды өт үлкен дәретпен сыртқа шығарып жібереді. Солай біздің ағзамыз токсиндерден тазартылады. Сонымен қатар сок брокколи жасап ішсеңіздер болады. Сәбізден сок, асқабақты пайдалансаңыздар болады, және сонымен қатар жасыл укроп, петрушка ішсеңіздер болады. Бұлардың барлығын күніне 2 стаканнан қолданатын болсаңыздар, өт бауырларыңыз тазаратын болады. Енді келесі екінші рецептпен бөлісейін. Бұл лимонның согы. Жалпы бауырымыздағы май басқандарды, шлактарды, токсиндерді осы лимонның согының құрамында ерітетін компонент бар. Бұны қалай дайындаймыз? 1 стакан жарты лимонды сығып, су құйып, үстіне күніне 2 рет ішесіздер. Бұл асқазан, өт жолы ауыратындарға аш қарынға ішуге болмайды. Бұндай проблема болатын болса, тамақтан кейін қабылдау керек. Бұл лимонның соғы бізде энергия береді, және шлактардан тазартады, және біздің бойымыздағы, яғни органдарымыздағы майларды ертеді. Келесі 3-ші рецепт. Бұл өте оңай, себебі бұл таза су. Адам ағзасы сау болу үшін ең бірінші орында ол су тұрады, тамақ емес су. Егер суды дұрыс ішпесеңіз, ол біздің организмімізге кері әсер етеді, өтіміз қоюланады. Жалпы краннан емес, фильтр су, минералды суларды қолданған жөн. Және сонымен қатар қазір көптеген адамдар судың орнын напитокке алмастырады, яғни қызыл, қара, сары неше түрлі. Ол дегеніміз мүлдем организмге пайдалы емес, ол химиялық су болып табылады. Жалпы жатар кезде көп су ішпеген жөн, өйткені ағза шығаруға қиналып қалады. Содан кейінгісі хлорофилл қосып ішсеңіз болады. Бұл Америкада өсірілетін өсімдіктің сығындысынан жасалатын концентрат. Бұл өте пайдалы, және бұл яғни хлорофилл бұл өсімдіктердің құрамында болатын зат, бұл ағзаны жақсы тазалайды. Бұны қалай ішеміз десеңіздер, 1 стакан суға 1-2 чай қасықпен араластырып, күніне 2-3 мәрте қолдансаңыз болады. Бұл организмді барлығын жақсы тазартады. Бүгінгі ақпаратым осындай. Ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.